Мен записімді бастамаппын, енді записімді бастайын. Енді қазіргі Facebook әлеуметтік желісінде Тұран Инфо ақпараттық агенттігімен менің жеке парақшамда бұл тікелей эфирде көрсетіліп отыр. Ендігі кезекте бұл кездесудің негізгі мақсатын түсіндіре кетейін. Осыдан бір ай емес, 1-2 апта бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында мынау Тараз-Шымкент, Тараз-Қайнар жолдары ақылы жолға көшіріледі деген ақпарат таралған болатын. Бұл ақпараттың Батыс Қытай, Батыс Европа тас жолының соғылғаннан бастап бұл ақпарат шыққан болатын. Ендігі кезекте ол ақпараттың енді бүгінгі таңда сол шын мәнінде халыққа қандай ауыртпашылық түсіреді, сол такси мен жүретін халықтың қалтасынан ұрмайды ма, ол қандай төлемдер болады деген мәселелерге біз осы сұхбатымызда тоқталатын боламыз. Енді бірінші кезекте мен Ұлан Тоқтарбайұлының құрмет ордені алғанымен құттықтаймын. Жамбыл облысынан сіз министрлікке кетіп, және осы қызметке орналасқан азамат ретінде танимыз, білеміз, өйткені Жамбыл облысы тек қана кадр ғана шығармай, олардың өсіп өркендеуіне келі жер деп білемін. Енді Ұлан Тоқтарбайұлы, өзіңізге бірінші сауалым, сіздердің неге жолдарыңыз жиі жөндеу көреді? Осы туралы айтып берсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, достар. Үлкен рахмет сізге осындай неге шақырып, тікелей эфирге шығайық. Осы халықта көп сұрақ болып жатыр деп шақырғаныңызға үлкен рахмет. Енді біздің мекеме бұл Қазавтожол ұлттық компаниясы, республикалық халықаралық жолдар дәліздерді операторы, ұлттық оператор болып есептеледі. Бізде 25.000 шақырым осы республикалық деңгейдегі жолдар бар. Ұлан Әліпбайұлы, кішкене мынау сіздің тура айтып отқан жолдарыңыз өте жай халыққа өте түсіну өте қиын. Шыны керек ше. Енді жеңіл түрде одан кейін кішкене даусыңыз жай шығып тұр ше. Микрофонмен сөйлессеңіз, наушникпен ба кішкене дұрыс болатын еді. Одан кейін кішкене жаңағындай шенеуніктің сөзімен емес, өтініш. Нағыз анау халықтың жай шопырдың тілімен түсіндірмейтінізші. Қазавтожолға қандай жолдар жатады? Ол мысалы Батыс Қытай, Батыс Европа ішіндегі мына жолдар біздің балансымызда, біз соны жөндейміз, реттейміз, сол үшін сіздер ақша төлейсіздер, сол үшін сіздер осындай жұмыс жасайсыздар деп. Өйткені қазір сіздің жаңағы бірінші бастап сөйлеген сөзіңіз таза, былай айтқанда бір шектеуге неге келіп қалған мәселелер. Кішкене оған мен шыны керек, мен жай көлік жүргізуші болсам, мен оны түсіне алмаспын. Соны нақтылап берсеңіз деген ниеттемін. Жақсы, қазір мен наушникті қоса алмай жатырмын. Қазір бір минутқа. Наушникті алдын ала қосу керек, қоса алмай жатырмын. Естілей ма мен қазір сөйлеймін? Иә, кішкене жақындап сөйлесеңіз, мүмкін одан да жақсы шығатын шығар. Жаңа айтып жатырмын. Деген кезде жақсы шыққан еді. Оператор деген, бізде Қазақстанда кеше президентіміз сөйлеген кезде айтты. Республикалық жолдар 24.800 шақырым, 25.000 шақырым республикалық жол бар. Бұл республикалық жол дегеніміз, бұл дәліздер. Біздің Қазақстан арқылы мемлекеттердің арасынан өтетін жолдар. Неге біз бұл жолды дамытып жатырмыз? Өйткені біз транзиттің есебінен транзиттік мемлекет болып, содан қаражат табуға талпынып жатырмыз. Сондай жоспар бар. Енді бұл баяғыдан негізі халықаралық стандарт бойынша сол халықаралық жолдар
солай саналады. Республикалық жолдар, халықаралық жолдар деп. Оның ішінде бізде 6 дәліз бар. Ол дәліздер, мысалы, анау Қаркөзден Қытайдан мына Ташкентке кететін, одан жаңағы кеше Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізі, анау Орал, Самар арқылы Ресейге кететін жолдар бар. Мына Майқапшағайдан кететін жолдар бар. Сондықтан осы дәліздердің бәрін біз соған қарайтын біз ұлттық оператормыз. Ұлттық оператор деген сөздің енді қиындығы жоқ шығар. Қарапайым халықтың бәрі түсінеді. Ал енді осы ұлттық оператор біз осы жолдардың бәрін қадағалап, бақылап, осы жолдарға негізі осы ақылы жүйелерді енгізу, осы жолдарды жаңағы ары қарай дамыту, осы жолдардың құрылысына, жөндеуіне жауап береміз. Сондай жауапты мекемеміз. Мысалы, Қазмұнайгаз деген мекеме бар ғой, бүкіл мұнайға жауапты. Қазақстан темір жол деген мекеме бар, бүкіл темір жолға жауапты. Сол сияқты біз Қазавтожол деген мекеме, мына республикалық автожолдарға жауаптымыз. Түсінікті. Енді неге жиі жөндеу көреді? Бұл неге жиі жөндеу көреді деген сұрақ былай ғой. Мысалы, бізде қазір жаңағы дамуға, развитие дейді, дамуға өте көп көңіл бөліп жатырмыз. Мына бұрынғы баяғы Совет өкіметінің кезіне салынып кеткен опорная сеть дорог, жаңағы жолдардың жаңа 25 мың шақырым, ол жаңағы баяғы Совет өкіметінің кезінде салып кеткен жолдар. Соны біз қайтадан жаңғыртып жатырмыз. Уже неше жыл болды, міне жаңағы Батыс Европа, Батыс Қытай бар, бізде 24 шақырым Даусын естілмей. 25 мың шақырымның біз қазір 25 бағдарламасына кірді, сонымен қалыпқа келдік. Бірақ бір үлкен мәселе, бізде осы жолдарды күтіп ұстау мәселесі. Күтіп ұстау мәселесі кішкене артқа қалып қойып жатыр. Өйткені ең бірінші бізде мына жөндеу аралық мерзімдер деген бар. Бұл бүкіл дүние жүзіндегі жөндеу аралық мерзім деген бар. Мен мысал келтіру үшін, мысалы, жаңағы айтып өтейін. Мысалы, жөндеу аралық мерзім Сингапур 4 жыл сайын өтеді. Америкада әрбір 2 жыл сайын осы жолдың бетін жаңалап, ШПО дейміз, соны салып отырады да, әрбір 5 жыл сайын ресайклермен өтіп ауыстырып отырады, әрбір 7 жыл сайын жоғары қабатты өзгертеді. Ал енді Россия Федерациясында әрбір 5 жыл сайын жөнделеді. Белорустар әрбір 2 жыл сайын жөндеп отырады. Бұны уақытысында жөндеп отыру деген мәселе, мысалы, сіз бір көлік мінесіз. Дұрыс па? Жаңа көлік сатып алдыңыз. Оны уақытысында жаңағы майын ауыстырып отыру керек. Дұрыс па? Жаңағы қанша 10 мың жүргеннен кейін жаңағы мотордың майын ауыстырасыз, сосын тағы бір қанша мың жүргеннен кейін жаңағы коробкасының майын ауыстырасыз. Одан кейін жаңағы дөңгелегін ауыстырып отырасыз бір уақыттан кейін. Сол сияқты жолда енді адамдар пайдаланып жатыр ғой. Сондықтан жолда мына слой износа деген болады. Беткі қабат. Ол тозады. Соны мына жаңа мен айтып өткен мемлекеттерде осындай уақыт сайын ауыстырып отырады. Бізде 5 жыл. Ол жаңағы Совет өкіметінің баяғы стандартымен қалған, Россия Федерациясымен қатар бізде 5 жыл. Хотя белорустар 2 жылға ауыстырған, 2 жыл сайын ауыстырып отырады. Бұл жаңағы жұқа қабат жолдың бетіне салынады, не болмаса бір слой жаңағы асфальт салып өтеді. Сонда жаңағы жолдың тозуы, ана шұрық тесіктердің бәрі жабылып, жаңағы уақытысында су өтпей, сол жолдың күтіп ұстауына үлкен әсерін етеді. Енді осыған бізге қаражат аз бөлініп, қалдық мақсат немен бөлініп жатыр, қалдық принциппен. Содан кейін жолды күтіп ұстау. Мысалы, жолды күтіп ұстауға бізге республикалық осы 25 мың шақырымды күтіп ұстауға биылғы жылға бізге 46 миллиард теңге керек. Норматив өте төмен, бірақ сол норматив бойынша 46 миллиард теңге керек. Бірақ бізге қазір бюджеттен беріп отырғаны 19 миллиард. Екі есе аз. Есептеңіз, қаншама қаражат жетпейді. Бұл деген не? Күтіп ұстау деген не? Бұл уақытына не шығатын болса, трещина жарық шығатын болса, соны уақытысында құю, жол белгілерін ауыстыру, осы сияқты көптеген майда жұмыстар бар, жолға қатысты. Сол жұмыстарды уақытысында жасап отыру керек. Енді қаражат бөлінбегендіктен, сол жұмыстар уақытылы жасалмай қалып жатыр, қаражаттың жетпегендігінен. Міне, мысалы, жаңағы
біз жаңағы ақылы жолды енгізу не үшін енгізіп жатыр? Бұл жаңағы дүниежүзілік не жаңағы тәжірибе. Европаға барсаңыздар, Түркияға барсаңыздар, барлық жерде ақылы жолдар бар. Соған дүниежүзілік тәжірибеге байланысты біз бюджеттің жетіспеген арқылы қазір тауып жатырмыз. Мысалға қазір бізде 680 шақырым ақылы жол бар, 4 жол. Ол мына Нұрсұлтан Бурабай, Нұрсұлтан Теміртау, Алматы Қапшағай, Алматы Қаракөз, осы 4 жол 680 шақырым. Біз осы жолдардан былтырғы жыл 5 миллиард 700 теңге ақша жинадық. Вот сол ақша тек сол жолдардың күтіп ұстауға кетті. Сондықтан да біз осы болашақта ақылы жолдар енгізу арқылы осы жолдарда күтіп ұстау, яғни жолдардың жаңағы шаршап қирап кетпеуін қамтамасыз етуді мақсат етіп отырмыз. Ал енді тарифқа келетін болсақ, біздің Қазақстанда ең төмен тариф дүниежүзі бойынша. Мына көрші тұрған Ресейде бір шақырымы 12 теңге. Ол бізден 10 есе қымбат. Америкада бір шақырым 25 теңге тұрады. Стоп. Ұлан Тоқтарбайұлы, Америка мен Ресей мен біздің халықтың доходын, табысын салыстыруға келмейді, өтініш. Онымен салыстырмаңыздар. Біздің ең төменгі алатын жалақымызбен біздің алатын табысымыздың Америка мен Ресей мен әрине 25 есе ол көп болады. Өйткені олар мысалы $2000 бір сағатта табатын болса, біздегі $2000 бір адам да таба алмайды бір айдың ішінде, былай айтқанда ше. Жаңағы Ресейде де $2000 бір сағатта таба ма екен сонда? Орыстардың несімен олар табады. Біздікімен кешірім сұраймын. Біздікін Қазақстанмен салыстырудың анау несін ешқандай қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Ол жермен салыстырмай қойыңыздар, өтініш. Өйткені бұл сол жол көлік. Кіммен салыстырайық? Қазақстанды енді кіммен салыстырайық? Ресеймен болмайды дейсіз. Кіммен салыстырып көрейік айтыңыз? Өзімізге қатар Сингапурмен біз салыстырамаймыз, Түркиямен өзіміз салыстырамаймыз. Бізге салыстырып келетін мемлекетте былай айтқанда қазаққа жағатын мемлекетте жоқ. Өйткені қазаққа ешкені. Сіздің ойыңызша біздің мемлекетті ешқай мемлекетпен салыстыруға болмайды, яғни өте төменгі деңгейде отыр деп есептейсіз ғой. Жоқ. Ешкім салыстыруға келмейтін. Мен деген біріншіден біздің жеріміз сияқты үлкен, арақашықтығы бар, даласы кең, адам халқы аз, тығыз орналаспаған мемлекет ретінде біз бүкіл жер бетінде жалғыз мемлекет шығармыз. Халық саны аз біріншіден, екіншіден табысы да өте көп емес. Үшіншіден жері өте көп та, бірақтан халқы сол жермен ортасы есепке алынған кезде ол деген кемейді ол. Ол деген ешқалай кемейді. Жер үшін біздің халық ешкімге бермеген, ол үшін соңғы қаны мен теріне дейін олар берген. Енді сізге келесі сұрағым, Қазавтожол мен Қазақавтожол екеуінің айырмашылығы неде? Соны айтып беріңіз бе? Қазавтожол деген мекеме, ол бұрын республикалық мемлекеттік мекеме болған. Ол жолды күтіп ұстаумен айналысады. Мысалы, Қазавтожол деген мемлекеттік мекеменің әрбір ауданда мысалы деулер бар. Сол жерде ол Қазавтожолда 4000 адам жұмыс жасайды. Осы мекеме бұрын мемлекеттік мекеме болған. Енді оны мына 60 жаңағы приватизацияға кететін мекеменің тізіміне кіріп, 2019 жылы ол мекеме аукцион арқылы, мына қаржы министрлігінің аукцион арқылы жекеге берілді. Ол мына Арай Ойл деген, кстати, жаңағы осы Тараздың компаниясы сол мекемені жаңағы аукционнан алды. Енді осы мекеме 3 жыл, 2022 жылға дейін бітеді, 2022-де бітеді, 3 жыл жаңағы басқаруға алды. Сол басқаруға алып, басқарып отыр. Енді ары қарай сол мекемені жекеменшікке сатып алу керек, шарт бойынша. Ол қазір жаңағы жеке мекеме болып кетті, жеке кәсіпорын. Олар мына жолды, мысалы, мердігер мекеме ғой ол. Жолды тазалап, күтіп ұстайтын,
мердігер мекеме. Сіздер как оператор ретінде сіздер конкурс ойнатасыздар, и олар жаңа ұтып алса, солар күтіп ұстайды ғой. Қарын тазалайды, несін тазалайды, заметкісін қояды, ананы жөндейді, мынаны жөндейді деген мекеме ғой. Тура сондай ғой. Сондай мекеме, бірақ бұл жерде бір түзетіп кететін мәселе, бұл Қазақавтожол мекемесі конкурс арқылы емес, бір көзден, өйткені ол бұрын мемлекеттік мекеме болған ғой. Сол мемлекеттік мекеме болған кезде бір көзден жұмыс істеген. Енді қазір жаңағы 3 жыл неге берген кезде, басқаруға берген кезде, сонда шартта көрсетілген осы 3 жылдың ішінде олар осы бір көзден алып жұмыс істеп отырады. Сосын 3 жыл уақыты біткеннен кейін біз жаңағы конкурсқа шығарып, тендер өткізіп, сол тендер арқылы жеке мекемелерге береміз. Бұл жаңағы неге кіру ғой, нарыққа кіру. Ал енді біз ақылы жолдарда, қазір ақылы жолдарды міне жақында ғана хабарлама бердік. Ақылы жолдарды конкурс арқылы жеке мекемелерге беріп жатырмыз. Бұл жекешелендірудің бір түрі ғой, енді жаңағы қаражатты тиімді пайдалану. Енді түсінікті. Тараз Қайнар, Тараз Шымкент арасындағы жолдардың жаңағы несін біз көрдік. Жаңағы трассасы қанша? Тараз Шымкентпен бұл 140. Тараз Қайнар деген жол, мен деген ойлаймын, мынау Тараздан Благовещенко, біздегі Нәски деп айтатын жолға дейін ғой. Нәски ғой. Тура сол аралықтағы жол ғой. Әрбір километріне 1 теңге ғой. Сол баға қымбаттап кетпейді ма? Ертеңгі күні таксиден, қызмет көрсетудің, сол ортада жүрген адамдардың, немесе сізде де үлгіт бар ма? Мысалы, водитель жаңағы не болса, мүгедек болса, оған тегін басқа деген сол қалай болады? Халық оны қалай төлейді? Сол жағын түсіндіре кетсеңіз. Ондай үлгіт бар, бізге мүгедектерге тегін, сосын жаңағы соғыс ардагерлеріне тегін. Одан бөлек тағы да осы жолдың бойында тұратын азаматтар, осы егер мәшинесі жолдың бойындағы ауылдарда, аудан орталықтарда тіркелген болса, сол жолдың бойында тұратын азаматтар ауданның ішінде, бір ауданның ішінде тегін жүреді. Ал енді келесі ауданға өтетін болса, сол үшін қаралған бізде абоненттік төлемақы бар. Ол 1 жылға 1000 теңге. Біздің ана сол жерде жаңағы киосклар тұратын болады, сол киоскларға барып, жаңағы техпаспортын көрсетіп, осы сол жолдың бойындағы ауылда тіркелген болса, сол азамат 1 жылға 1000 теңге төлеп, абоненттік плата алады да, сонымен 1 жыл бойы тегін жүреді. Ол киосктарды кім обслуживать етеді? Сіздердің Қазавтожол ма, или сіздердің соны обслуживать ететін бөлек Таразда бір ұйым, мекеме бола ма? Бізде ол киоскларды біздің мекеменің азаматтары да болады ол жерде. Одан бөлек бізде мына ақылы жолды орнатып жатқан инвесторлар бар. Біз ақылы жолды бюджеттің қаражатын емес, жеке инвестицияға салып жатырмыз қазір. Сондықтан сол инвесторлардың адамдары сол жерде отырады, солар түсіндіреді. Ана жаңағы дүңгіршектерде киоскларды салып жатқан сол инвесторлар. Одан кейін анау нелерін қойып жатыр ғой, мен қазір анау трассада жүремін, үстіне бір рамка қойып, не қойып. Ол не болады? Ол арка мен камералар, әрбір ауданның шекараларында қойылған аркалар, сосын соның үстінде камералар тұрады. Бұл камералар жаңағы көліктің мемлекеттік нөмірін анықтайды да, содан кейін жаңағы көліктің жаңағы қандай көлік, жүк көлік па, жеңіл көлік па, соны анықтайды. Сол арқылы жаңағы қазір мысалы бізде шлагбаум болмайды. Ашық система болады. Сол арқылы біз Қазпошта арқылы жаңағы азаматтың үйіне хабарлама жібереміз. Осындай жолдан сіз ақылы жолдан жүріп өттіңіз, осындай ақша төлеу керек деп. Сосын сол арқылы біз ақша жаңағы төлеуден етеміз. Содан кейін бөліп бізде төлемнің 20-дан артық түрі бар. Мысалы жаңағы банктың жаңағы телефондағы қосымшалары бар, солардың бәрінде бар. Біздің өзіміздің Cash Mobile деген қосымша бар, сол жерде төлеуге болады. Сосын біздің сайтта Кастол деген бар, сол жерге кірсе, жаңағы сіздің көлігіңіздің нөмірін тіркесеңіз, сіздің көлігіңіз қай ақылы жолдан, қай күні, қай уақытта жүріп өтті, қанша ақша оған жаңа начислять етті, соның бәрі ақпарат тұрады. Жеке кабинет ашып тіркеп қойсаңыз, сіз сол ақшаны дұрыс алды ма, дұрыс алмады ма, соның бәрін көріп отырасыз. Және алдын ала сол арқылы төлеп қоюға болады, жаңағы интернет арқылы. Сондай неше түрлі способ бар. Немесе сіз мысалы бір асығыс болып интернетке кіргіңіз келмесе, телефоннан K-Mobile болсын, жаңағы не болсын, Билайн болсын, жаңағы Кейсел болсын,
сол өзіңіздің телефоныңызда единица болса, соны осы ақылы жолға аударуға да болады. Ондай да қарастырылған. Каспий кезетпен төленеді ғой басты. Каспий кезетте де бар, иә. Өйткені екінің бірінің бәрін пайдаланатын ол Каспий кезет, Каспий кезеттің мен деген түсінгенім былай. Жаңағы бірінші камераға келіп түссе, ол бастау деп саналады, одан кейін аяғына дейін не істейді. Одан кейін қарыз болса, ол қалай жүре бере ме, или қарызы жинақтала бере ме? Ол қалай болады? Қарыз болса, біз жаңағы Қазпошта арқылы үйіне жібереміз, хабарлама, азамат адресі бойынша. Қазпошта апарып беріп, бізге ол азамат хабарламаны алды деген хабар береді бізге. Осындай азамат хабарламаны алды деп өз қолымен. Содан кейін біз 7 күн күтеміз. 7 күннен кейін 8-ші күні мына заң бойынша жаңағы әкімшілік не басталады. Біз ары қарай неге береміз? Жаңағы көлік комитетіне береміз. Көлік комитеті ары қарай жаңағы штраф салып, сол әкімшілік жаңағы процедура басталады. Шлагбаумсыз жақсы екен. Ол деген өте дұрыс нәрсе. Ол деген өте дұрыс нәрсе. Енді сапалы жол шетелдің киносындағындай қашан көреміз? Енді міне, мен жаңа айтып өттім ғой, бізді жолды күтіп ұстау жағы өте үлкен қиын болып тұр. Біз қазір мына жаңадан салынған жолдардың бәрінің осы күтіп ұсталмаудың арқасында біз мысалы жаңа Тараздың Жамбыл облысында мен өзім жұмыс істеп кеттім. Жаңа сіз айтып өттіңіз, 2012 жылы біз ол жолды бітіріп, 2013 жылы мен осы жаққа ауыстым. Сол кезде одан кейін мысалы жолды күтіп ұстауға қаражат бөлінбегендіктен, мына бетон жолдар сіз көресіз ғой, арасында мына бетонды плиталардың арасында жаңағы үзік нелер болады. Резиналар болады. Сол резина осы. Сондықтан осы біз қаржы министрлігінен осыған байланысты қаражат сұрап жатырмыз, бірақ қазір бюджетте ақша жоқ деген мәселемен осы жаңа қалдық принциппен ақша бөлініп жатыр да. Сол үшін біз міне жаңағы дүниежүзілік тәжірибені пайдаланып, ақылы жолды енгізіп, осы ақылы жолдың арқасында ең болмағанда сол жаңағы жырық жамауларын жауып уақытша күтіп ұстап, сол уақытысында жаңағы жөндеу күтіп ұстау жұмыстарын жүргізуге бағыттаймыз сол қаражатты. Енді Батыс Европа өзіңіз сол құрылыстың басында болдыңыз, оны салдырттыңыз, оның бүкіл несінде бас аяғында болдыңыз. Енді ол үлкен қарызға салынған ақша, займмен алынған. Ол займды қанша уақытта қалай қайтарамыз? Бұл енді займ, негізі бұнымен қаржы министрлігінің көбірек сұрағы. Енді менің білетінім, ол 20 жылға берілген займ. Бірінші 5 жыл жаңағы каникул, одан кейін 20 жылдың ішінде қайтарылатын займдар. Түсінікті. Енді Меркі-Шу Бұрыл-Байтар тас жолы ақылы бола ма, және ол қашан аяқталады? Енді Меркі-Шу Бұрыл-Байталда сіздер өздеріңіз көріп жатсыздар, қарқынды жұмыстар жүріп жатыр. Біз биылғы жылдың, осы былтырғы жылдың аяғында анау неден Шудан ары қарай шықсаңыздар, Шу мен Бұрыл-Байталдың арасында 140 шақырымды біз асфальтпен жүріс бердік. Енді биыл біз толық Меркіден жаңағы Бұрыл-Байталға дейін толықтай асфальтпен жүріс береміз. Келесі жылы, 2022 жылы біз толық аяқтап пайдалануға тапсырамыз. Сол пайдалануға тапсырғаннан кейін барып, жаңағы ақылыны енгіземіз сол жерге. Одан кейін тағы бір нәрсе, 2022 мен анау Меркі мен Шудың арасында жүру мүмкін емес. Тас жолмен жүру мүмкін емес. Нереально, ұзақ жүресің. Ал Меркі мен Шу мен Бірліктің ортасында жүру мүмкін емес. Бірақ мынау Бірліктен бастап анау Хан Тау не жаққа қарай мен бардым. О жақта жүру мүмкін. Менің білуімше мынау Бірліктен былай қарай жоғары қарай, Бұрыл-Байтал жаққа қарай қазақстандық компаниялар соғып жатыр да, бәрі уақытысында істеп, бәрі уақытысында беріліп жатыр. Неге мына жағын Қытайлар соғады да, олар уақытысында бермейді қолдануға? Бұл жерде былай ғой, бірлік, сіз жаңа бірлік Шу деп айтып жатсыз ғой. Ол жерде біз айналып өтеміз. Мына Шудың сол жағымен айналып бірліктің ар жағынан бірақ шығамыз.
сыртында салынып жатыр жол. Ал енді мына бұрынғы жол, ана жол салынып, ана көлікті сол жаққа ауыстырғаннан кейін барып, мына бұрынғы жолды сосын ремонттаймыз. Ал енді мына Меркі мен Шудың арасындағы проблема, мына Қытайдың Синсин деген компаниясы сол жерде жұмыс жасап жатыр. Бұл компания, біз бұл қаражат, мына жаңағы осы жол салынып жатқан қаражат, бұл Қытайдың жаңағы бір один пояс, один путь деген жаңағы бағдарламасы бар ғой. Сол біздің нұрлы жолмен келісіп, елбасы осы бір жылдар Қытайға барған кезде, Қытайдың жаңағы компартиясының несімен кездесіп, сол кезде осы шешілген қаражат бізге осы қаражат жаңағындай 20 жылға 2%-бен 20 жылға беріліп отыр. Бірақ олардың бір жаңағы нелері бар, шарттары бар. Ол жерде міндетті түрде Қытайдың компаниясы, жартысын Қытайдың компаниясы жасау керек деген. Сондықтан да біз сол жолдың сол бөлігін Қытайдың компаниясы жасап жатыр. Енді ол Қытайдың компаниясы былтыр жұмысы нашарлап қалған себебі мына пандемияға байланысты бұлардың осы Қазақстандағы басшылары коронавирустен ауырды, бірнеше адам ауырды. Соған байланысты жаңағы Қытайдың өкіметінен нота келіп, мына шілде, тамыз айларында нағыз жұмыстың жүретін уақытында бүкіл жұмысты тоқтатқызып қойды оларды. Адамдар ауырғаннан кейін. Енді біз қазірден бастап оларға айтып жатырмыз, енді сендер жаңағы техниканың санын, жаңағы заводтардың санын тағы да көбейтулерің керек, келесі жылы бітіру керек. Бізде келісім шарттағы уақытпен бітіреміз деген уәде беріп отыр. Мен осы өткен аптада Қытайдағы осы компанияның президентімен осылай видеосөз арқылы сөйлестім. Ол кісі осы жақында көктемде ұшаққа келу керек, келіп өзі қарап, тапсырма беріп, қосымша қандай оборудование керек, қандай техника керек, соның бәрін алып береді. Уақытысында бітіреміз деген уәде беріп отыр. Енді келесі жылы жол көлік оқиғалары сіздердің жауапты жолдарыңызда болуда. Болған оқиғалар бойынша сіздер анализ жасайсыздар ма? Мына жерде мысалы мынау қатты не береді, басқа болады деген секілді. Әрине, бізде мына жобалық офис бар. Біз сол жобалық офиста аптасына 2 күн осы өткен аптада болған жол көлік оқиғалары соларды жаңа талқылаймыз. Өзіміздің азаматтар, бүкіл облыстық филиалдар қосылады. Сол жерде біз сол жол көлік оқиғасы келесі қайталанбас үшін қандай жұмыстар жасай аламыз деген осындай ақылдасу. Қазір әлгі не бар ғой, мозговой штурм деген бар ғой, сондай мозговой штурм жасаймыз. Тимбилдинг деп қоямыз. Сол жерге қандай не жасау керек, сол жерге қандай жол белгісін қою керек пе, әлде тағы да бір жұмыстар жасау керек пе, сондай шешім қабылдап, біз сол облыстық филиалға тапсырма береміз да, сол жұмысты жасап тұрамыз. Оны біз осы былтырғы жылы ғана енгіздік. Бұл жаңа Швейцарияның Vision Zero деген бағдарламасы бар. Соған байланысты бұл нулевой жаңағы нені ДТП-ны нөлге келтіреміз деген бағдарлама. Соған байланысты біз осы бағдарламамен жұмыс жасап жатырмыз қазір. Одан бөлек, мысалы, жол көлік оқиғаларының көбісі не себептен болады? Ол жылдамдықты көбейту себебі. Қазір, мысалы, кейінгі кезде біз ортасын екіге бөлінген жолдар бар ғой, енді бір-біріне қарсы шығамайды ғой, өйткені ортасында жаңағы не тұр, қоршау тұр. Қазір енді көп көлік оқиғалары байқап отырсаңыз, анализда қуып жетіп алады. Жүк көлігі ақырын кетіп бара жатса, соның артынан келіп кіріп кететін өте көп қазір жол көлік оқиғалары. Бұл деген жаңағы жылдамдықты сақтамау ғой. Енді біз мына жаңағы ақылы жолмен бірге біз осы тағы да бір шешім, ол жол қауіпсіздігі мәселесін шешіп отырмыз. Жаңағы сіз айтып өткен арқаларда қойылған камералар, ертең осы камералар осы жол бұзу ережелерінде қадағалап отыратын болады. Сосын біз қазір заңға өзгеріс, жаңағы ішкі істер министрлігімен бірге заңға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Мына орташа жылдамдық деген. Мысалы жаңа айтып өткен бір аркада камера тұр, содан кейін келесі ауыл, мысалы жаңағы Меркіден шыққан жерде камера тұр да, Таразға кіре берісте камера тұр. Соның арасын біз білеміз ғой енді, қандай жылдамдықпен, мысалы 120-мен жүретін болса, қанша уақыттың ішінде жүріп өту керек екенін. Сол бағдарлама енгізіледі да, егер ол одан ерте бұрын келіп қоятын болса, яғни оған жаңағы айыппұл салынатын болады. Бұл да дүниежүзілік тәжірибе. Мысалы бізде қазір қандай шоферларда ана камера қай жерде тұрғанын білеміз ғой. Сол камераның қасына келгенде ақырындатамыз. Камерадан алыстан өтеміз, сосын қайтадан газды басамыз. Дұрыс па? Ал енді мына тәсілді орнататын болсақ, қазір онда ол тиімсіз болып қалады да, өйткені ол келесі камераға барып қайтадан түседі, бәрібір қатты жүрсе. Соның орташа жылдамдығын есептеп алады. Енді ол келесі камераның қасына барып күтіп отыру керек болады.
түсінікті. Енді Темірлан Бұтырдалин деген Ratel KZ сайтының тілшісінен сұрақ келді. Орысша: мобильные связи в 2 местах на протяжении 70-80 километров нет. Как вызывает экстренную службу дейді. Енді бұл сұрақ бізге қарағанда жаңағы бізде цифрландыру министрлігі бар ғой. Сол кісілер айналысып жатыр қазір. Біз негізі ұсыныс бергенбіз. Осы мына жолдардың құрылысы болып жатқан кезде осы жолдың бойына жаңағы не салып кетейік, анау волс бар, соны салып кетейік, сосын жаңағы жолдың бойында осы мобильдік байланысты ұйымдастырайық, біз мобильдік оператор болайық деп, осы жаңағы цифрландыру министрлігіне ұсыныс бергенбіз. Өзімнің атымнан Мосин Бағдатқа осы жақында да тағы қайталап хат жаздым, соны ұйымдастырайық деген ұсыныс бергенбіз. Бірақ бұл кісілер Қазақтелеком, басқа компаниялар, операторлар арқылы біз ауылдарға интернет жүргіземіз, соның есебінен жаңағы тас жолдардың бойына да интернет жүргіземіз деген бізге сондай жауап берді. Біз бірақ оған қарамастан қазір Билайн компаниясымен келісімшартқа отырып, бірінші пилоттық жоба Нұр-Сұлтан мен Теміртаудың арасындағы біздің ақылы жолдың бойында осы Билайнмен бірге біз анау антенналарын орнатып береміз, Билайн оборудованиесін алып қояды. Осы жолда жаңағы тез жүретін интернет және осы мобильдік жаңағы связьді, байланысты орнықтыруға жұмыс жасап жатырмыз. Енді егер осы пилоттық жобамыз жақсы шығатын болса, біз ары қарай да барлық жолдарда осыны жұмысты жүргіземіз деген ойымыз бар. Енді анау жаңағы нені шақырып алу үшін экстренный служба, ол мобильдік связь ұстамайтын жерде жаңағы 112 ма сол не қыла берді, ол сообщение кете береді. Қазір менің ойыма бір сұрақ келіп отыр. Мынау Ресейден, Қырғызстанның көліктері Қордайда көп, өте көп. Армяндікі болсын. Соларға ертеңгі сол трассада жүріп, қайтып ақы төлетеміз, оларға ақшасын төлетеміз. Олардың иелерінің бәрі Қырғызстанда, Арменияда, басқа жерде. Бүгін жүрген бәрі доверенностьпен жүреді. Ол қалай болады? Біз қазір мына шекарашылармен кездесіп, шекара туралы заңға өзгеріс енгізуді сұрап жатырмыз. Осы жаңағы көліктер біздің шекарадан Қазақстаннан шығатын кезде, олар егер осы жолға, ақылы жолға қарызы болатын болса, оларды шығармай, қарызын төлетіп шығару туралы. Ал Қазақстан ішінде жүргендер ше? Өзгерісті жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстан ішінде жүргендер. Қазақстан ішінде жүргендер, олар Қазпошта арқылы уведомление жібереміз. Содан кейін жаңағы көлік жаңағы иелері жоқ қой Қазақстанда. Көлік инспекциясы оларға иелері Қазақстанда жоқ. Олардың енді кім көлікте жүрген, олар жаңағы временный регистрация жасайды емес па, неде жол полициясы. Сол жерде уақытша жаңағы тіркеу жасайды ғой. Сол уақытша тіркеу жасаған кезде оның аты жөні, жаңағы көліктің мемлекеттік нөмірі бәрі тұрады ғой. Түсінікті. Енді Асқар Нұрланұлы деген кісіден пікір келді, толықтай оқып берейін. Индустрия министрлігі Қазавтожол ұлттық компания акционерлік қоғам тұлғасына халықаралық тәжірибені енгізе отырып, өзіне қаржылық құқықтар берді. Ал қауіпсіздік пен сервистің еуропалық деңгейін ұйымдастыру жоспарында тиісті міндеттемелер жоқ. Сондықтан ақшалай есеп айырысудың талап етпес бұрын жауапты құрылымдар алдымен осындай еуропалық деңгейді құру керек. Бірінші, әрбір 50 километр жолға жайлы және қауіпсіз евротуалеттер. Екінші, әрбір 50 километр жолға арналған экскадалар, жүк және жеңіл көлік автокөлік жөндеуге арналған қарау шұңғырлары. Үшіншіден, автожолдарды қардан, қоқыстан, көктайғақ кезінде құм себуден жедел жинау үшін жеткілікті мөлшердегі евроспецтехника. Төртіншіден, сынған немесе авариялық автокөлікті жедел тасымалдауға арналған евроэвакуаторлар мен евротягачтар. Бесіншіден, әрбір 50 километрге жедел көмек көрсетуге арналған евроқұтқару қызметтері мен евромедсан бөлшектері. Алтыншыдан, еуропалық деңгейдегі автобандар, кескістер және тағы басқаларын салу дейді. Мейіндік министрлік пен автожол үздік еуропалық шарттар мен сервистерді құрмайынша іс жүзіне сәйкес келмейтін қызметтер үшін төлемді алуға құқығы жоқ. Бұл бүкіл өркениетті әлемдегі нарықтық ережелер қызметі бар, ақша төлейді. Қызмет жоқ, ақша жоқ. Тіпті сапасыз қызмет көрсеткен үшін Қазавтожол жауапты болу керек. Мысалы, оның немқұрайлығы бойынша апат орын алды немесе адамдар зардап шекті, содан кейін зардап шеккендегі материалдық, моральдық шығындар өтеуі керек.
Сондықтан алдымен автомобиль жолдарын еуропалық және әлемдік стандарттарына сәйкес жағдай жасау жөніндегі жұмысты бастау керек. Қажетті сервистік жұмыстардан, жауапкершіліктен және қол жеткен еуропалық стандарттардан кейін ғана олар өз қызметтерін тұтынушыларға жалпыға бірдей келісу үшін ұсына алады дейді. Міне осындай ұзақ. Асқар Нұрланұлына мен алғысымды білдірем. Өте былай айтқанда жолдың мәселесімен өте дәйекті дөп түсіп айтып отыр. Осы туралы үлкен рахмет. Тоқтарбайұлы. Естіліп отыр ма? Естіліп отыр. Үлкен рахмет. Енді біз жаңа айтып отырған мәселенің бәрі дұрыс. Әрине бізде жолдың бойында жаңағы алаңдар бар. Әрбір ел емес, 20 шақырым сайын алаңдар бар бізде. Бірақ сол алаңдардағы әрине көп жағдай біздің көңілімізді толтырмайды. Сондықтан да біз осы алаңдарға қазір біз бизнесті осы алаңдарға жұмыс жасауға шақырып жатырмыз. Біздің сайтымызда жазған. Егер де сіз мысалы сол жол бойындағы бизнеспен байланысқыңыз келсе, бізде осы Қазақстан бойынша 658 осындай алаң бар. Сол алаңдарды біз бизнеске береміз. Сол алаңда келіп, сол 658-дің ішінде 271 алаңның ар жағында 2 гектардан жоғары қарай бос жатқан жерлер бар екен. Біз оны әкімшілік арқылы анықтадық. Әкімшілікпен келісіміміз бар. Сол жерлерді осы сол жолдың бойындағы бизнес ұйымдастыратын азаматтарға беру. Сондықтан біз бизнес шақырып жатырмыз, хабарлама беріп жатырмыз. Осы алаңдарға жаңағы соған жаңағы европалық деңгейге сай бағандар қойылған. Бұл жерде енді қазір келіп жатқан азаматтар да бар, салып жатыр. Мына Алматы Қарғыз жолында салып жатыр, Шымкенттен Түркістан жолында салып жатыр. Мына ең жоғарғы деңгейде бізге қазір қатынап жатқан мәселе ол мына кеше 20 шақырымда ол үлкен кешен, ішінде жанармай құю станциясы бар, тамақтанатын бар, әлгі мына неде де Фейсбукта да барлық жерде жүрді, жаңағы ішінде намазханасы да бар. Осы Компас деген компаниямен біз келісім шартқа отырдық былтыр жылдың аяғына қарай. Ол кісілер 35 сондай нышан біздің республикалық жолдарды салуға ниет білдіріп отыр. Соған 30 миллиард теңге ақша бөліп, инвестиция бөліп, сондай 35 нышан саламыз деп. Одан бөлек мына Жамбыл облысында әсіресе Газэнерджи деген компания салып жатыр қазір, көрдіңіздер да. Біз солармен де осы бір жыл бұрын келісім шартқа отырғанбыз. Ол кісілерге де осы нүктелерді қай жерге қою керек екенін анықтап келістік. Сол жерлерге өздерінің жаңағы жанармай құю станциясы басқаларын салып жатыр. Одан бөлек жаңағы көп, мысалы Қазмұнайгаз бар, басқа да компаниялар бар, солардың бәрімен біз келісіп отырмыз қазір осыны көбейтуге. Және де біз жаңағы тағы да айтып кетейін, бизнесті шақырамыз. Бізде осы бос алаңдар бар. Сол жерге біз көмектесеміз. Тоғын тартып береміз, жаңағы суын шығарып береміз, септигін қазып береміз. Тағы да басқа біздің жаңағы келісілген жаңағы дамумен Бәйтерек Венчурспен келісілген мәмілелеріміз бар. Ол кісілер жеңілдетілген кредиттер береді. Менің білуімше 8% деймін, 8%-пен кредиттер береді осы мәселеге. Сондықтан біз бизнес шақырамыз. Егер біздің сайтымызға кірсеңіздер, cash.kz-де, сол жерде бизнеске арналған бөлік не бар, соған кірсеңіздер, сол жерде өтініш қалдырып кетуге болады. Сол бүкіл анықтамасы жерде жазылған, өтініш қалдырсаңыздар, біздің азаматтар хабарласып, сіздерді сол жұмысты ары қарай жалғастыруға үлкен көмектерін септігін тигізеді. Енді келесі сұрағымыз Руслан Темірхановтан. Орал, Атырау 4 жолақты жол қашан салынады дейді. Біз қазір Орал, Атырау 4 жолақты жол жобалық сметалық жұмыстарын жасап жатырмыз. Қаржы министрлігіне не бердік, қаражат бөлуге. Біз биылғы жылы сол жобалық сметалық жұмыстарын бітіреміз да, енді нұрлы жол бағдарламасында да ол бар, келесі жылдары соны бастаймыз деген жоспарымыз бар. Ол жерде 4 жолақты бірінші категориялы жол болады. Жан Садыровтың пікірі керемет, Ұлан Тоқтарбайұлы жұмысыңызға іске сәт депті. Келесі Азамат Мусилов. Оралдағы филиал жұмысына қандай баға бересіз? Жолдағы адам өлімі, автожол
қан жағасына екенін қынжылмайсыз ба дейді. Жолдардың сапасы салынғаны неге назар аудармайсыздар? Жолдағы ақылы жасамас бұрын жағдай неге жасамайсыздар? Мен Батыс Қазақстан облысының тұрғынымын. Сіздің мекеменіздің шарасыздығын көзімен көріп отырмын. Жол көлік оқиғасын жүргізушілерді кінәлауларыңыз жалған. Бәрі бірдей бұзбайды. Керісінше ашылмаған қар, көктайғақ нәтижесінде адам өлімі көп. Оралға келсеңіз кездесейік. Сіздің қызметшілеріңіздің айтатын ертегіден ерекше шындықты көрсетейін. Сапар гостиница, кабинет, ресторанмен аяқталмау қажет дейді Азамат Мусилов. Рахмет үлкен Азамат. Бізде Оралда біздің филиал бар. Қазір енді мына ол Оралдық филиалдың басшыларын ауыстырып жатырмыз. Оның басшысы мен орынбасары да екеуі де жұмыстан кетті. Осы 1 ақпаннан бастап біз ол жерде рас басшыларын ауыстырып жатырмыз қазір. Енді мен сізге бір өтінішім, егер сондай жағдайлар болатын болса, бізде тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 деген қысқа нөмір бар, соған хабарласыңыз. Сосын біздің жаңағы Telegram каналымыз бар. Сол жерге видео, жаңағы фотоларды жіберіңіз. Біз дереу шара қолданамыз. Ондай бізге түсіп жатқан хабарлар көп, біз шара қолданып жатырмыз. Енді жаңағы сапарға келетін болсақ, мен сапарға көп жүремін негізі өзім. Сол сапарда көп уақытымды жолда өткіземін. Мен сапарда жүргенде кейбір қонақ үйлерінде емес, уақыттарым болады. Сондықтан егер барған кезде міндетті түрде мен осы қайда барғанымды жазып тұрамын, хабарласайық. Жаңа 1403-ге звондаңыз. Біздің жаңағы мекеменің бүкіл контакт телефондары біздің сайтымызда бар, соған хабарласыңыз. Және біздің сайтта да жаңағы операторлар тәулік бойы отырады. Жазбаша арқылы Келесі сұрақ Данияр Баймағамбетов, страховканың ішінен иелері шығады дейді. Ол страховканы біріншіден іздеп табу керек, ол кімге жазылғаны оны да жазу керек. Одан кейін келесі сұрақ емес, тілек өтініш Жуаныш Жарқбасовтан. Қазақавтожол республикалық маңызы бар жолды жоғары деңгейде күтіп баптауда, жұмыстарын жүргізуде дейді. Одан кейін Азамат Мусилов тағы да пікірін қалдырыпты. Оралдан шығатын бірде-бір тасжолда әжетхана, эстакада деген атымен жоқ деген пікір қалдырды. Одан кейін Жан Садыр Түлкібас ауданында түннел қашан аяқталады дейді. Түлкібас ауданындағы түннелді биылғы жылы аяқтауға жоспарлап отыр. Сол енді ұзақ салынып кетті, әрине дұрыс. Бір компаниямен жаңа келісімшарт бұзылып, содан кейін басқа компания қалды. Одан кейін ол жаңағы бір белгілі бір уақытта тұрып қалған кезде ана туннельдің ішіндегі қайтадан обвал болды, жаңағы қазған жері қайтадан болып, соны қайтадан жоба жасап, қайтадан қазір жасап жатыр. Әзербайжанның компаниясы биылғы жылдың аяғына дейін бітіреді. Оралдан шығатын бірде-бір тасжолда әжетхана, эстакада жоқ дегенге қандай пікір білдіресіз? Мен айтып өттім ғой, біз бизнесті шақырамыз. Егер бизнеспен айланысқыларың келсе, сол әрбір жолдағы біздің жаңағы алаңдарымыз бар, сол алаңды береміз. Сол жерге жылы әжетхана қойып, жаңағы сауда дүңгіршектерін қойып, сол жерде бизнесті жаңғыртуға болады. Келіңіздер, шақырамыз. Енді осы жердегі бізге келіп түскен бүкіл сұрақтардың бәрін қойдық деп ойлаймын. Қазір осы тікелей эфирге іліге алмай қалған бірақтан пікір білдіргендердің әрқайсысына Ұлан Тоқтарбайұлы өз жауап береді деп сенемін, немесе өзінің жаңа баспасөз қызмет жауап береді деп сендіремін. Өйткені менің өз басым жолда жиі жүргендіктен, қыс болсын, басқа таяқ болып жол тазаланбай жатса, мен бәрін видеоға түсіріп, аудиомен жіберіп, жекесіне жіберіп, мынандай жағдай орнап жатыр, мынандай нәрсе орнап жатыр деп, мен өзімнің азаматтық пікіріммен, азаматтық өзімнің ұстанымды білдіріп, сол мәселенің алдын алуына, және оның кері тартпай, және адамға зиян келтірмес үшін
өзім азаматтық принциптерімді білдіріп отырмын. Басқа да азаматтарды осы Азамат Мусиев сияқты ойларыңызды ашық айтуға, пікірлеріңізді ашық айтуға, республикалық маңызы бар жолдардың осындай бірінші басшысы, былай айтқанда тікелей қарым-қатынаста халық үніне құлақ асатын басшы ретінде өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді жолдауға мен барлықтарыңызды шақырамын. Өйткені бір-екі адам пікірі ол деген өте аз. Жан-жақтан сол кемшіліктердің бәрін бірдей бірлесе жұмыс жасап, ол туралы видео түсіріп, ол туралы пікірімізді білдіріп, сол туралы біз дұрыс мағлұматты бере алсақ, сол кезде ғана біздің жолдарымыз анау Түркия, анау Формула-1 секілді болмаса да, бірақтан сол секілді бір Сан-Францисконың бір жолында бір жүрген секілді жақсы қызметте болады деп ойлаймыз. Кем-кетік жерлер болса, тікелей айтайық, жөндесін, жөндеуге мүмкіндік берейік. Өйткені ашық қоғамда, ашық Қазақстан, Қазақстан әрбір жолы, тасы, ол бізге қымбат. Сол жолдың жөнделуіне бәріміз бірге атсалысайық. Құлан Тоқтарбайұлына алғыс білдіремін. Алдағы уақытта енді тек қана жақсы офлайн кездесуде, Алла қаласа, Алла нәсіп етсе, жүздесіп, мәселелердің ары қарай шешілуіне, ары қарай халыққа тиімді жолдардың пайдалануына, берілуіне, атсалысуына бәріміз бірге атсалысып өтейік. Рахмет барлықтарыңызға. Үлкен рахмет. Сізге үлкен рахмет. 14.03-ке хабарласыңыздар, мен өзім қарап отырам. Қандай бір бізге компанияға қатысты, жолға қатысты мәселе болса, кез келген уақытта соған жауап беруге 14.03 желісі бар. Біздің жаңағы әлеуметтік желілердегі парақшаларымыз бар. Солардың бәріне хабарласыңыздар, мен өзім қадағалап отырамын. Рахмет үлкен. Рахмет, аман болайық.